Біздің бөбекжай бақшамыз мектеп жасына дейінгі балалардың ұлттық құндылықтар арқылы ойын әрекетін дамыту барысында жұмыстар жасауда. Балаларға ұлттық ойындар арқылы халқымыздың тарихын, мәдениетін таныстыру басты міндет. Халықтық ұлттық ойындардың тәрбиелік мәні зор. Осыған байланысты біздің үздік тәрбиешілеріміздің өзіндік қорғалған ұлттық құндылықтарды дамыту аясында жасалған бірқатар ойындары ойын әрекетінде пайдалануда. Тәрбиеленушілеріміздің де жетістіктері орасан зор. Балалар тек қана ойнап қана қоймайды, сонымен бірге ойлайды, аңғарады, көп нәрсені білуге, зерттеуге талпынады, айналаны таниды, танымы қалыптасады. Ойында балалардың ұйымдастырушылық дағдылары мен танымы қалыптасып шыңдалады. Ұлттық ойындар байырғы бабаларымыздан бізге жеткен байлығымыз, асыл қазынамыз. Сондықтан үйренудің, күнделікті өмірде пайдаланудың заманымызға сай ұрпақ тәрбиелеуге пайдасы орасан зор. Ойын баланың алдынан өмірдің есігін ашып ұштаса береді. Ойынсыз ақыл, ойдың дамуы жоқ және болуы да мүмкін емес. Басқа ойындар сияқты қазақтың ұлттық ойындар тәртібін бұлжытпай орындауы, баланың ойын барысында тәртіп сақтауы, баланы осы кезден бастап тәртіпке, әділдікке, жинақылыққа баулиды. Адал, қайырымды өжет болуға тәрбиелейді. Тағы да бір ерекшелігі ұлттық ойындардың әсіресе балаларға арналған түрлері әдетте өлеңмен өрнектеліп те отырған. Соның бірі жеті қазына үстел ойынына тоқтала кетсек. Ойынның мақсаты балаларға жеті қазына туралы түсінік беру, қазақ халқының дүниетанымындағы қазыналар туралы түсініктерді қалыптастыру. Ойын арқылы қазақ халқының ұлттық құндылықтарын ой санасына сіңіру, ой ұшқырлығын дамыту. Ойын барысы. Ойынға екі бала қатысады. Ойыншыларда жеті көк түсті, жеті сары түсті тастар болады. Бірден жетіге дейін жазылған цифрлар бар диірменше болады. Бірінші ойыншы көк жолмен, екінші ойыншы сары жолмен жүреді. Ғажайыпқа толы сиқырлы киіз үй. Ойын мақсаты. Ғажайыпқа толы сиқырлы киіз үй инновациялық ұлттық ойын арқылы балалардың киіз үй құрылысын білуге үйрету. Суретті тапсырмаларды әр бала құрастыра отырып, тапқырлық қабілеттерін молайту. Менің бас киімін киіндіріп жатыр, шалбарын, сосын шапанын, етігін. Мен әжені киіндіріп жатырмын, көйлегі. Шапаны, кимешегі, етігі. Киіндіріп жатырмын. Бас киім, көйлегі. Bizden sonra.
benim töre burada. Sizde zastırıyorsunuz. Kutamak bağırsak. Kımız. Кіші топ балаларымыздың танымдық қабілеттерін дамыту барысында үлкен кіші ұғымдарын меңгерте отырып, асықтар пирамидасы ойыны ойнатылады. Ойын барысында балалар түстерді ажыратады, көлеміне қарай асықтардың көлеңкесін табады. Дамытушы лего ойыны. Мақсаты: дамыту лего ойыны арқылы мектеп жасына дейінгі баланың танымдық әрекетін арттыру. Ойын арқылы бала түрлі логикалық жаттығуларды орындай білуін қалыптастыру. Ойлау қабілеті арқылы ми жарты шарының жылдам жұмыс атқаруын қалыптастыру. Міндеті: өзінің қабілетін көрсету үшін балаға мүмкіндік беру. Балалардың ой белсенділігін саналы ойлана білуін дамыту. Басты ерекшелігі баланың ойлау қабілетін жетілдіру. Жабдығы: өрнектелген лего бөліктері. Шарты: балалар өрнектелген лего бөліктерінен бірдей өрнектер тауып құрастыру керек. Берілген лего бөліктерінен әріптер көмегімен бірнеше сөз құрастырып шығады. Ойын дүниеге қарай ашылған үлкен жарық терезе сияқты. Ол арқылы бала рухани сезімін өмірмен ұштастырып, өзін қоршаған дүние туралы түсінік алады және таным мен ойлауы қалыптасады. Рухы биік өскелең ұрпақты тәрбиелеу жұмысында бөбекжай бақшамыздың үлесі зор.